Египетте акулалар адамдарды жеп жатса, қазақтар теңізге шомылып жүр. Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Бұл Египеттегі курорттық Хургада қаласы. Мұнда акулалар адамдарға шабуыл жасауда. Өткен аптада дәл осы Хургаданың оңтүстігінде орналасқан қонақ үйінің жағажайында 68 жастағы Австрия азаматшасының аяғы мен қолын акула жеп қойса, 2 күн бұрын Румыния азаматшасын жеп қойды. Жаңалық бүкіл әлемді дүрліктірді. Бірақ сол жақта демалып жатқан қазақстандықтарға жетпеген сияқты. Кейбіреулері естісе де миллиондаған ақша берген демалыс үшін естімегендей болған шамасы. Қазір мамандар акулалардың әрекетін зерттеп, алдын алу шарасын ойластырмақ. Неліктен акула қаптап шабуылдай бастады? Өткен айда қой тасымалдаған кеме су астына батып кеткен. Мыңдаған өлексе жағажайға шығып, салдарынан акула адам түсетін жерге келулер